Ассалаумағалейкум. Соңғы күндері Ресей аумағында дрон шабуылдары жиілеп кетті. Мәскеу мен Белгород өңірлерінде ұшқышсыз аппараттардың соққылары тіркеліп жатыр. Мәскеу мэрі Сергей Собяниннің хабарлауынша, Астана бағытына қарай ұшқан тағы бір дрон атып түсірілді. Құлаған аппараттың сынықтары табылған жерде төтенше жағдай қызметі жұмыс істеп жатыр дейді. Ресми мәлімет бойынша соңғы тәулікте 6 украиналық дрон жойылған. Белгород облысындағы жағдай тіпті ерекше. Онда дрон жергілікті шенеуніктің көлігін қуып жүріп, тура соққы жасаған. Белгілі болғандай, Белгород ауданының басшысы Татьяна Кругликова мінген көлік Салтыкова ауылынан шығып, Ясные Зори ауылына жеткен сәтте дрон артынан қуып келіп жарылған. Кругликова мен жүргізушісі көліктен шығып үлгерген, бірақ автокөлік толығымен өртеніп кеткен. Губернатор Вячеслав Гладков бұл оқиғаны бейбіт тұрғындарға тікелей бағытталған қастандық деп айтып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі де мәлімдеме жасап, соңғы тәулікте елдің түрлі аймақтарында 100-ден астам украиналық дрон атып түсірілгенін хабарлап отыр. Ал кейбір ресейлік ақпарат құралдары бұл санды 200-ге жуық деп көрсетіп отыр. Мәскеу облысы тұрғындары бірнеше сағат бойы жарылыстардың үнін естігенін айтады. Кейбір аудандарда ұшу аппараттарының жарықтары мен жарқылдары видеоға түсіп қалған. Бұл оқиғалар Ресейдің әуе қорғаныс жүйесіндегі әлсіздікті айқын көрсетіп тұр. Дрондар елдің орталығына дейін ұшып барып, Ресейдің бәрі бақылауда деген уәжі күмән тудырып отыр қазір қоғамда. Украина тарапы ресми түрде жауап бермегенмен, бұл соққылар ақпараттық психологиялық әсерге ие болып келеді. Бұның мақсаты Мәскеу халқының өз елінде соғыс бар екенін сезіндіру, соғыс тек майдан шебінде емес, өз аумағында да жүріп жатқанын көрсету. Мына жаңалықтардың бәрі 29 қазан күні шыққан, демек осы Ресейде болып жатқан оқиғалармен таныса отырыңыздар.